Bir күні әріптер елінде мейірімді, көңілді бір дыбыс пайда болыпты. Ол өзін таныстыру үшін сапарға шығыпты. Күн жылы еді. Орман ішінен секіріп келе жатқан күлдіргі «м» әрпі әндетіп келеді. Мен «м» әрпімін. Менен басталатын сөздер көп. Мен, мысық, мұз, мектеп. Осы кезде бұта арасынан маймыл шығып, «Сәлем, сен кімсің?» деді. Мен «м» әрпімін. Ал сен де менімен басталасың ғой, деп қуанды әріп. Дұрыс айтасың, мен маймылмын, деді ол секіріп. Екеуі бірге ойнап кетті. Содан соң «м» өзен жағасына келді. Онда Меруерт есімді қыз отыр екен. Қарашы, сенің атыңда менімен басталады, деді «м» шаттанып. Меруерт күлімсіреп, «Иә, сен менің атымда да бар екенсің», деді. Кешке қарай «м» ауылға келіп, мектепті көрді. Балалар шаттанып, «м» әрпі маңызды әріп, деп айқайлады. Сол күннен бастап балалар «м» әрпін көрсе, мейірімді маймылды, Меруертті және мектебін еске алатын болыпты. Ал «м» әрпі әр сөздің басында жарқырап, жылулық сыйлап жүреді екен.